үнемі жасайтын, бір жасағаннан сәтті шығатын чебурекидің рецептін қабыл алыңыздар. Рецепт өте оңай, өте дәмді болып шығады. Алдымен лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыстық қайнап тұрған судың үстіне тұз, 2 ас қасық сұйық майды қосамыз және ұнның үстінен құйып, бірінші кезекте қасықпен араластырып аламыз. Ары қарай қолымызбен қамыр илеп, қамырды 15 минутқа қоя тұрамыз. Мен салмасына сырды теркіден өткізіп, укроп екеуін араластырып қостым. Қамырды бөліктерге бөліп, міндетті түрде пакетпен бетін жауып қойыңыздар. Менде 15 бөлік шықты және қамырды осылай жұқалап жайып аламыз. Арасына салмасын саламыз. Бірінші кезекте қолымызбен басып, ары қарай вилканың көмегімен басып шығамыз. Барлық қамырды алдын ала жайып, түйіп дайындап аламыз. Осылай майлыққа қойып, бетін жауып қойыңыздар. Майды алдымен қатты қыздырып аламыз. Ары қарай орташа отта қойып қойыңыздар. Сонда чебуректеріңіздің сырты тез пісіп қалмайтын болады. Осылай біртіндеп салып, міндетті түрде бетінен қасықпен майды құйып отырып пісіріңіздер. Сонда томпайып, әдемі болып шығады. Чебурекидің екі жағын аударып осылай қызартып пісіріп аламыз. Өте оңай жасалынады. Чебурекиді қалай жасауды білмей жүрсеңіз, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Арасына мен сыр қосып жасадым. Қалауларыңызша картоп немесе фарш қосып жасауға да болады. Чебурекиді өзімнің сүйікті шайым Чемпион Кения Сансетпен ішемін. Құрамында бояғыштар жоқ, өте дәмді шай. Сіздерге де осы шайды алуды ұсынамын. Рецепт